Фунчоза салатын бірінші жасап, дәл мұндай күшті шығады деп ойламадым. Мына рецепт ұнады, өте жақсы рецепт екен. Алдымен парақшама тіркеліп алыңыз. Алдымен сәбізді корея күшін өткізіп, қиярды сопақшалап турап, қант пен тұз салып араластырып қоямыз. Шамамен 15 минутқа қалдырамыз. Фунчоза кеспесінің үстінен ыстық қайнаған суды құйып, оны да шамамен 15 минутқа қалдырасыз. Тауық етін сопақшалап турап, үстінен тұз сеуіп, кішкене қуырып аламын да, 15-20 минутқа бұқтырамын. Егер сіз сиыр етінен жасайтын болсаңыз, бір жарты сағатқа бұқтырып алсаңыз болады. Одан кейін үстінен соя соусын құямыз. Қуырып алған соң пиязды салып, пиязды жұмсарғанша қуырамыз. Содан кейін болгар бұрышын осылай мен әр түрінен алдым, әдемі көріну үшін оны да кішкене қуырып аламын. Кеспені салқын суық суда шайып аламыз да, мен осылай 1-2 кесіп аламын. Сәбіз бен қиярдан шыққан суды төгіп тастап қосасыздар. Кинза салатқа өте күшті дәм береді, және сарымсақ, дәмдеуіштерден паприка, қара бұрыш, кориандр қостым. Сарымсақ пен дәмдеуіштердің үстінен ыстық майды құйып араластырамыз. Айтпақшы, осы жерде 9% сірке суын қоссаңыздар болады. Бізге барынша пайдалы, дәмді болу үшін мен қоспадым. Өте күшті шықты салат. Бізге қатты ұнады. Видео ұнаса лайк басып қойды ұмытпаңыз.